Ассалаумағалейкум бауырлар. Бүгін бізде кезекте түсірілім. Бұл үй-жайларындағы салқындатқыш, яғни кондиционерді қалай орнату жөніндегі қысқаша видео нұсқаулық. Мінекей, мынау ішінен келген тоғы, яғни сымдары кондиционердің астынан кіргізіп алдына шығардық. Шығарғаннан кейін оны жалғау жолдары схемадағыдай. Тіпті схемаға қараудың қажет жоқ, нөмірленіп тұр барлығы. Мінекей өздеріңіз көріп тұрғандай, мына қара пластмасс клеммада санда жазылған 1, 2, 3, 4 және жерлендіру белгісі. Сол секілді сымдарында да осылай санда жазылып тұр. Мінекей 3, 4 деп дәл солай жалғанады. Міне сол тоқтың екінші басы. Бұлда да дәл сондай цифрмен белгіленген, дәл солай жалғанады екінші блокқа. Осылай жалғағаннан кейін бетінің қақпағын жабамыз. Ендігі мәселе мына мыс түтіктері. Бұл дөңгелек болып оралып келеді. Соны осылайынан ақырын жаймен қатты майыстырып алмай ашамыз, дүзейміз осылай жобаға келтіріп. Бұл ішкі блоктың артқы көрінісі. Мінекей екі мыс түтік. Осыған мінекей осылай жалғаймыз. Жалғап, екі түтік осылай жалғанатымыз. Су ағатын сәңгісі жалғанады. Сосын әлгі тоғын осылай біріктіріп. Тағы ескере кететін жайт, бауырлар, мына түтікте ішінде ауамен толтырып қояды, қысым беріп. Яғни бұл түтікте осындай пластмасс қақпақпен жабық тұрады. Ол пластмасс қақпақты ашқан кезде ішінен ауа шығады қысымды ысылдап. Ешқандай қорқатын жайт жоқ. Бұл жай ғана бұл түтіктің бойында ауа жіберіп тұрмағандығына көз жеткізу үшін. Ішінде осылай қысымды ауа болады. Қақпақты ашып алған ауа шығып кетеді, содан кейін осылай түтікке жалғаймыз. Өзінің ішінде орайтын өзінің лента болады, ақ, сонымен барлығын біріктіріп орап осылай дайындап аламыз. Мінекей су ағатын пластмасс түтікті, мыс түтіктерді және тоғын сыртқы блокқа жалғанатын осылай орап дайындап қоямыз. Ескере кететін тағы бір жайт, бауырлар, мына кондиционердің, яғни салқындатқыштың екі бетінде осындай дайын алынатын пластмасса болады. Өзіңіз қалаған жағыныкін ашасыз. Бізге ыңғайлысы осы беті болды. Сол пластмасса алып алдық. Мінекей. Көріп тұрсыздар. Ендігі мәселе, жарға өзінің темірі болады, крепление. Жарға бекітіп аламыз. Содан кейін барып осылай кондиционерді, яғни салқындатқышты кигіземіз сол түтікке. Жарды тестік, мінекей көріп тұрсыздар. Әлгі мыс түтіктерді түгел сол тестіктен сыртқы бетке шығардық. Яғни сыртқы блокқа жалғау үшін. Осылайынан киіледі. Темір, жарға бекіткен темір өзі киіліп қалады. Бассаңыз үстелгіш болып келеді. Көрініс міне осылай болады. Әлгі ораған түтігіміз, мінекей сыртқы беттен осылайынан шығарып алдық түтікті. Сыртқы блокты орнататын темірлерін жарға бекіттік. Көріп тұрғандай сыртқы блокты жарға бекіткен темірдің үстіне орнаттық. Мінекей мынау манағы ішкі блоктан шыққан тоқтың цифрлары. Дәл осы цифр бойынша сыртқы блокқа да жалғай қоямыз. Алдымен мыс түтікті осылай асықпай, ақырын қатты майыстырып алмай, осылай иеміз. Дөңес қылып, енді өзімізге ыңғайлы қылып жасаймыз ғой. Кімге қалай ыңғайлы, солай істейді. Ең бастысы қатты майыстырып алмау керек, себебі бұл түтік 90 градусқа майысып кететін болса сынып кетеді, немесе қысылып қалады, ортасынан өтпейді.
Бұл фреон жүретін түтік себебі. Кейін мінеке осылай иіп әкеліп, осылайынан бетіне жалғаймыз екі түтікті. Үстіңгісі беріліш жағы фреонның, астыңғысы қабылдайтын жағы. Қабылдайтын жағында бауырлар мінеке, яғни фреон құятын жері болады. Барлық жерде қабылдайтын жағында солай тұрады, фреон құятын жері тұрады. Қазір бекітіп алайық, ары қарай ашып көрсетемін. Мінеке, қабылдайтын жағын көріп тұрсыз ғой, фреон құятын жері бар. Үстінде 6 қырлы кілтпен ашатын жолы. Жалғағаннан кейін фреонның беріліш жағынан бастап ашамыз. Содан кейін қабылдайтын жағынан ауа шығарып аламыз. Яғни мыс түтіктің бойында ауаны осы жерден шығарып аламыз. Содан кейін барып қабылдайтын жағын ашамыз. Мінеке осылай бауырлар, жалғану жолы түтіктің. Ешқандай қиындығы жоқ. Бетінде қақпағын жаптық, пластмасс қақпағын. Енді тоғын жалғаймыз. Тоғы жаңа айтқандай міне пластмасс клемма цифрмен тұр. Мінеке, дәл сол цифр бойынша жалғадық. Мына сары жасыл жолағы бар сымды мінеке болтқа жалғадық. Себебі ол жерлендіру, заземление. Қасында жерлендірудің белгісі тұр мінеке. Жалғап болғасын өзінің лентасымен толық ораймыз сыртын, күнге күйіп қалмау үшін. Яғни сыртта күн сәулесінен сақтау үшін ол ыстықта. Мінеке енді мәселе қосу. Мінеке қосылды. Мінеке басқару пультінде мода деген жазуды бассақ, қара бағыттағыш өзгереді қапталындағы. Яғни кул дегенге қоямыз. Кул деген салқын дегенде білдіреді. Одан кейін драй деген тұр, ол сухой, яғни құрғақ жел. Содан кейін хейт тұр, ол ыстық, яғни қыстың күндері қосатын. Мінеке фан спет деген батырма бар, бұл яғни желдеткіштің күшейіп азаюын білдіреді. Хейч, бұл жоғары деген, яғни жел кішкене қаттырақ өреді. Ona ортада орташа, лай төмен деген, яғни жай бәсеңдеу болады желдің. Содан кейін міне swing деген кнопка бар. Бұл ішкі блоктың, яғни салқындатқыштың бетіндегі пердесін автоматты түрде ашылып, жабылып тұруын, яғни көтеріліп түсіп тұруын іске қосады. Мінеке көріп тұрсыздар ғой, жаймен төмен түсті, көтеріліп келатыр автоматты түрде. Қайтадан осы батырманы бассақ, айырылып қалады. Мінеке off деген жазу шықты. Тоқтап қалды. Пердесі тоқтап қалды бір орында. Ең бастысы осы батырмалар сіздерге керегі, қалғандары енді маңызды емес. Осылай бауырлар жұмыс аяқталды. Мінеке 22 градус Цельсийге қойып қойдық. Бұл 0-ден жоғары. 0-ден жоғары 22 градус. Жалпы ең төмені сол 0-ден жоғары 16 градусқа дейін ғана барады. Батырмаларды қайталап бір көрсете кетейін. Мода деген батырма арқылы осы күйін ауыстыра аламыз. Яғни cool, dry, heat, үстінде auto деген тұр. Cool салқын, dry құрғақ, heat ыстық деген. Одан кейін fan спетпен желдеткіштің жылдамдығын күшейте аламыз. Жоғары, орташа, төмен. Осылай бауырлар, бәлкім біріне көмегіміз тиер деп осы видеоны салған болатынбыз. Келесі видеоларда жолыққанша аман саулықта болайық. Баршаңыз аман болыңыз.